Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Бүгінгі видео рецептінде жасалу жолы өте оңай, өте қарапайым болып жататын пирог жасап көрсететін боламын. Видеоны көрместен бұрын каналыма подписаться етіп, видеоларыма лайк басуды ұмытпаңыздар. Кезекті өте керемет рецептерді жіберіп алмау үшін каналымда қалыңыздар. Сонымен ең алдымен бізге керегі електен өсірілген ұн, шекер, қопсытқыш, сары май. Барлық массаларды осылай қолымызбен араластырып аламыз. Осылай крошкаларымызды жасап болғаннан соң біраз қасық қаймақ саламыз. Бір жұмыртқа саламыз. Сосын бір келкі масса болғанша жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды екіге бөліп, астыңғы бөлігін осылай қолымызбен жақсылап жайып аламыз. Жайып алған соң вареный сгущенкамызды осылай тестамыздың үстіне салып жайып аламыз. Жайып болғаннан соң оның үстіне қалған екінші қамырымызды осылай оқтаумен жайып пышағымызбен бөліп аламыз да бетін әсемдеп аламыз. Бетін әсемдеп болғаннан соң 180 градус қасып тұрған пеште 25-35 минут бойы пісіріп аламыз. Қыздар, біздің пирогымыз пісіп шықты. Қалауларыңыз бойынша сахарный пудрамен осылай әсемдесеңіздер болады. Қыздар, егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және де барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын.